Сәлем достар, бүгін біз осындай керемет печенье дайындайтын боламыз. Керекті заттарға 2 дана жұмыртқа, 1 пиала май, 1 пиала қант, қалауымызша ұн және қопсытқыш қосамыз. 2 жұмыртқаға қантымызды салып, араластырып аламыз. Араластырып болған соң үстіне май құямыз. Майды да араластырып, үстіне ұн саламыз. Қосытқышымызды ұнның үстіне салып, 2-3 бөлікке бөліп, тестамыздың үстіне салып отырамыз. Тестамыз өте жұмсақ, әдемі, біркелкі араласқан қамыр болып шығу керек. Міне біздің қамырымыз дайын, осындай керемет жұмсақ болып шығады. Оны 5-10 минутқа тынытып қоямыз. Міне қамырымыз да дайын болды. Осы қамырымызды әртүрлі формаларға келтіріп, қалауымызша сәндеп шығамыз. Өзімізге ұнаған әдемі формаларға келтіріп, 180 градуста ысып тұрған пешке 10-15 минутқа қойып пісіріп аламыз. Өте аз нәрсемен өте көп печенье. Менің видеом ұнаса, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.